Бұл жігіт өз уақытында біраз адамды улап арғы жаққа аттандырған. Оның аты Сванга. Оқиға басталғанда жасы 30-да болған және Огайо медицина университеті орталығында резидент болған. Bir түрлі естілуі мүмкін, бірақ ол адамдарды өмірінен айыруды жақсы көрген. Бір күні 1984 жылы ол өз пациенттерін өлтіремін деп шешеді. Ол пациенттердің палатасына кіріп, жасырын дәрі беріп, ары қарай олар түсінген шығарсыздар. Бірақ оның әріптестері бірдеңе сезе бастайды. Себебі олардың пациенттері бірінен соң бірі өле бастаған. Олар бұл туралы клиниканың директорына айтады. Бірақ ешқандай дәлел болмағандықтан әңгіме сол жерде жабылады. Өлімдер жалғаса береді. Енді ол өз әріптестеріне көшеді. Сванга оларға бір шелек тауық аяқтарын алып келеді және оның ішіне паразиттарға арналған дәрі қосады. Әріптестері әрине барлығын тойып жеп алады және артынан іштері ауырып нашарлай бастайды. Сірә аздау қосты ма, ол жағы енді белгісіз. Бұдан кейін барлық дәрігерлер жиналып бастықтарына барады. Бірақ тағы да дәлелсіз олар ештеңе істей алмайды. Сонымен оның тәжірибе уақыты аяқталып қалады. Ал директор оған жақсылап тұрып ұсыным жасап береді. Бұл әрине үлкен қателік болды. Себебі ол осының көмегімен медициналық лицензия алады. Сөйтіп ол басқа ауруханаға жұмысқа тұрады. Бұл жолы ол Иллинойстың жедел жәрдем қызметінде фельдшер. Сванга өзінің жақсы көретін ісіне қайта оралады. Адамдарды улау. Ол жақын жердегі дүкеннен пончиктар алып, үстіне құмырсқа өлтіретін дәрі сеуіп тастайды. Ол тұрып, қыздар, жігіттер, мен сендерге тәтті бірдеңе әкелдім дейді. Бәрі жақсы болды ғой деп жеп алады және бұдан кейін әрине барлығы ауырады. Ең қызығы, ол кешке әріптестерінің біреуіне хабарласып, одан қаншалықты ауырғаны туралы сұрайды. Ертеңінде ол басқаларын айтады және барлығы Свангаға басқаша қарай бастайды. Осыдан кейін олар нақты қосты ма, әлде пончик өзі сондай болды ма деп тест жасайды. Әріптестері мұз қосылған шайдың ыдысын жұмыс үстеліне қойып кетеді. Уақыт өте Сванга келіп, ешкім қарап тұрған жоқ деген оймен тағы да құмырсқаның дәрісін қосады. Ол шығып кеткеннен кейін дәрігерлер кувшинді алып ішіндегі удың бар жоғына тексеріс жасайды. Және бум, шайдың құрамынан у табылады. Содан дәрігерлер барып оның жұмыс орнын тексереді және улайтын дәрілер тауып алады. Сөйтіп олар полиция шақырады. Тексеруге ордер алып, олар барлық бөлмені қарап шығады. Сванга жұмыс орнын у сақтайтын лабораторияға айналдырып жіберген. Жәндіктер мұнда нақты жоламас еді. Және бам, Сванга ұсталмады. Оған жасаған қылмыс үшін 5 жыл береді. Бұл оқиғадан кейін ол барлық жаңалықтарға шығып, дәл түрменің ішінен сұхбат береді. Мұнымен бәрі бітпейді. Оның оқиғасы бұдан қорқынышты бола бастайды. Айтпақшы, оның медициналық лицензиясын да тартып алады. Яғни ол енді бұл салада қызмет ете алмайды. 92 жылы ол Дакота университетінің емханасына тұруға өтініш жазады. Бірақ ол өтірік құжат жасап, 6 ай ғана жай төбелес үшін отырғам деп соға салады. Олар бірде-бір тексеріс жасамай, жақсы, енді ешқандай төбелессіз тыныш жүр деп жұмысқа алады. Жұмыс басталады және оның бұрынғы ауруы тағы ұстайды. Тағы да оның айналасындағы пациенттер қаптап себепсіз өле бастайды. Және әріптестері бұл өлімдерден кейін сезіктеніп, оның бұрын не үшін отырып шыққанын анықтайды. Және бум, ол жұмыстан шығарылады. 93 жылы Сванга Нью-Йоркқа келеді. Бұл жолы ол жалған құжаттармен психиатриялық клиникаға өтініш береді. Бұл мекеме де тексеріс жасамай, сіз біраз ауруханада істепсіз, ондай адамдар бізге керек деп жұмысқа ала салады. Және оны Нортпорттың ардагерлер ауруханасына ауыстырып жібереді. Барған бетте ол жасы келіп қалған 3 адамды улап өлтіреді. Бірақ ең жаманы, жағдайы нашарларға дәрігерлер көмек көрсеткісі келгенде, ол әріптестеріне жоқ, олардың отбасы ондайға қарсы болған деп тоқтатып алады. Оларға амалсыз өлім аузында жатқан адамға тек қарап тұру ғана қалған. ақш-тың заңы солай негізі, бірақ бұл жерде Сванга олардың өлгенін қалаған. Түрмеде болған сұхбат естеріңізде болса, бірнеше жылдан кейін тура сол сұхбатты теледидардан қайтадан қояды және оны барлығы бірден таниды. Және бум, ол жұмыстан шығарылады. Онымен қоса олар полицияға хабарласады. Ол енді іздеуде. Ал іздеудегі адам не істейді? Әрине ол елінен қашады. Бұл жігіт қашып барып Зимбабведан бір-ақ шығады. Ол жерде оның кім және қандай адам екенін білмейді және ол ешқандай қиындықсыз бірден ауруханаға жұмысқа тұрады. 94 жылы мұнда пациенттердің өлімі көбейгені байқалады. 95 жылға қарай персонал оған күмәнмен қарай бастайды. Аурухана тергеу жүргізіп, оның жұмысын тоқтатып қояды. Ал ол бұл уақытта Сауд Арабиясына қашады және тағы бір клиникаға өтініш жазғысы келеді. Білмеймін, ол уақытта тексеріс мүлдем жоқ болды ма, барлық жерге қалай ала бергені белгісіз. Осылай елден елге секіріп адам өлтіріп қашып жүрем деп ойлаған шығар мүмкін, бірақ оған виза үшін еліне қайтып бару керек болады. Ал бұл уақытта ақш-та тергеу қызу жүріп жатқан. Нортпорттағы 3 адам естеріңізде шығар. Барлық тергеу сол адамдардан басталған. Және бам, ол тура аэропорттан ұсталынады. Ал сот оған өмір бойы түрмеде отыруға шешім қабылдайды. Менің бүгінге айтарым осы. Канал қызықты болса тіркеліп пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.